Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пирожкидің жасалу жолын ұсынамын. Арасы толықтай пісіп шығады, жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Оның үстіне ашытқыны саламыз. Қантты саламыз. Тұзды саламыз. Сонан соң сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Бастапқыда венчикпен немесе силиконды лопаткамен араластырып, ары қарай қолмен илейміз. Қамыр жақсы көтерілу үшін балғын ашытқыны қолдануға кеңес беремін. Қамыр көтерілу үшін жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Әзірге салмасын дайындаймыз. Ең алдымен қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязды салып, сарғайғанша қуырамыз. Сонан соң ұсақ үкіштен өткізілген сәбізді салып қуырамыз. Келесі кезекте ұсақтап туралған орам жапырақты саламыз. 3-4 минут қуырғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш және лавр жапырағынан 1-2 дана саламыз. Жақсылап қуырылған салманы қақпағын жауып, ең жай отта 10 минутқа қалдырамыз. Лавр жапырағын салатын болсаңыздар, өте жақсы дәм береді. Салманы суытып жатқан кезде лавр жапырағын алып тастаймыз. Дайын болған салманы басқа ыдысқа салып, суытып барып қолданатын боламыз. Қамырымыз дайын, ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Үстелдің үстін және қолымызды аздап майлап аламыз. Қамырды 50 граммнан таразыда өлшеп, бөліктерге бөліп аламыз. Егер таразы болмаса, көз мөлшермен бөліп аламыз. Мен барлығы бірдей болу үшін, дастарханда әдемі көріну үшін таразыда өлшеп жатырмын. Бөліп алған қамырларды видеодағыдай дөңгелетіп аламыз. Сонан соң үстеліміздің үстіне аз ғана сұйық май жағып аламыз. Қамырды қатты жұқада, қалыңдай етпей орташа бөлікте жаямыз. Ендігі кезекте суып дайын тұрған салмадан 1,5-2 ас қасықтан салып түйіп шығамыз. Қуырылып жатқанда ашылып кетпейтіндей етіп жақсылап түйеміз. Егер майға қуыруды қаламасаңыз, пешке пісіріп алсаңыз да болады. Менде осы рецептпен 21 дана пирожки шықты. Достар, менің каналымда пеште пісірілген пирожкидің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, алда бұйырса тағы да көптеген тағамдардың жасалу жолдан салатын боламын. Пирожкидің барлығын осы видеодағыдай түйіп шығамыз. Келесі кезекте қызып тұрған майға пирожкидің барлығын пісіріп аламыз. Піскен пирожкилерді міндетті түрде қағаз сүлгінің үстіне қоямыз. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Арасы толықтай пісіп шығады. Мінекей достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын пирожкилер дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін пирожкиді сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.